Қайырлы күн, назарларыңызға методиканың 6-шы нұсқасын ұсынамыз. Жұмыстың белгілі бір кезеңінде неге дәл осылай жасағанын рефлексиялаушы практиктің түсінуіне көмектесетін үдеріс, іс-әрекеттен кейінгі толғаныс. Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді. Оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі, сынақтан өткізу. Бірінші жауап алу және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қойылатын сұрақ түрткі болу. Білу деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ төмен дәрежелі деп аталады. Шукина бойынша тәжірибе әдістері жіктеледі. Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері. Оқу үдерісінің қозғаушы күштері, оқу міндеттері мен білім деңгейі арасындағы қайшылықтар. Педагогиканың тараулары, тәрбие теориясы және педагогиканың жалпы негіздері деп екі үлкен тарауға бірігеді. Сұрақ қою неге әсер етеді? Ол сапаны арттыруға әсер етеді. Педагогика ғылымының негізгі категориялары тәрбие, оқыту, білім беру және педагогикалық процесс. Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекеттері оқыту әдісі деп аталады. Ғылыми педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдіс түрлері, бақылау әңгіме, сауалнама, эксперимент. Педагогикаға алғаш білім беру ұғымын енгізген ғалым Песталици. Білім алушыларды бірнеше топқа бөліп, көлемі үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын интерактивті оқыту әдісі Джигсо. Қазіргі сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар әрекетті қадағалауды және басқаруды қамтамасыз ету. Жаттап алуға бағытталған және де оған берілген жауап дұрыс немесе дұрыс емес деп бағаланатындай қойылған сұрақ төмен дәрежелі сұрақ. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі оқу нәтижелігін бағалау мүмкіндігін білу. Сабақтың оқу мақсатын қалыптастыруда қойылатын сұрақтардың бірі оқушылар қандай мәселелерді зерттеп талдаулары керек. Оқушылардың берген алғашқы жауаптарын қарапайым сұрақтар арқылы түзетіп, оларды толығырақ жауап беруге итермелеп отыратын сұрақ қою тәсілі түрткі болу. Баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті танымдық даму деп аталады. Оқушылардың барлығына оқу ептілігі және білім дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы, оқыту ортасын құру. Оқушының білім алуын қолдау үшін сынақтан өткізу сұрағы. Осы айтқандарыңызға мысал келтіре аласыз ба? Оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын түрткі болу сұрақ қою мысалы, оқудағы кедергілер туралы не айтуға болады? Оқушының өзекті даму деңгейі Выготский бойынша
тәжірибелі адамның көмегіне сүйенуі. Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінің мақсаты педагогикалық білімді қалыптастыру. Ұлы дидактика еңбегінің авторы Ян Амос Каменский. Педагогиканы оқыту әдістемесі бөлінеді: дәстүрлі және инновациялық. Оқу-тәрбие процесінің сандық көрсеткішін анықтау әдісі математикалық деп аталады. Балаға шамасына, мүмкіндігіне, қабілетіне сәйкес берілетін тапсырма түрі деңгейлік тапсырма. Мұғалім мен оқушының белгілі бір мақсатқа бағытталған, реттелген, бірлескен іс-әрекеті оқушылардың танымдық іс-әрекетін арнайы ұйымдастыру, оқыту деп аталады. Алдыңғы тесттерді видеоның соңына сілтеме ретінде қалдырамын. Қажет болса кіріп көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Егер видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.